Құрметті әріптестер, тағы да сәлеметсіздер. Қайырлы күн. Менің аты жөнім Қызырған Имат. Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қазбек бекетіндегі орта мектебінің химия пәнінің мұғалімімін. Маған берген тапсырма бойынша химия сабағындағы оқушылардың дағдыларын пиза тапсырмалары арқылы қалыптастыру. Енді білесіздер, пиза халықаралық бағдарламасы көптеген уақыттардан бері келе жатыр. Негізі 3 жылда бір жүреді, бірақ былтырдан бері республиканский жыл сайын өтіп жатыр. Енді сол пиза халықаралық зерттеуінің біздің пәнімізге, химия пәніне қандай байланысы бар деп сонымен бастаймыз жұмысымызды. Химия пәніндегі бағалау ғылыми сауаттылыққа негізделеді. Пиза химия пәніндегі теориялық білімді өмірде қолдану дағдыларын дамытады. 15 жастағы оқушылардың білімін өмірде қолдану дағдыларын бағалайды. Енді пиза халықаралық тапсырмаларының маңызын бұрыннан білесіздер. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырады, сыни ойлау қабілетін дамытады, ғылыми зерттеу әдістерін меңгертеді, мәселені шешу дағдыларын қалыптастырады. 2022 жылы пиза рейтингі 64 мемлекет қатынасқан екен. Соның ішінде Қазақстан 24 ұпаймен 41 орында тұр. Қазақстан бойынша 15 жастағы 19 мың оқушы 571 мектептен қатынасқан екен. Енді пиза тапсырмаларының үлгілері біздің пәнімізге байланысты. Мен өзім тәжірибемнен 3 деңгейге бөліп алып қарастырдым. Бірінші қолданбалы есептер, екінші экологиялық мәселелер, үшінші зертханалық практикалық тапсырмалар. Енді қолданбалы есептерге келетін болсақ, мысалы қарапайым бір қолданбалы есеп. Судың кермектігі жоғары болған жағдайда кір жуғыш машинаның қыздырғыш элементтері тез бұзылады. Сұрақтар: бұл құбылыс қандай химиялық процестерге байланысты? Мұны болдырмау үшін қандай шаралар қолданылады? Бұл көріп тұрғандарыңыздай 10-шы сыныптағы 12.1.14 табиғаттағы карбонаттар айналымының схемасын құру және олардың қолдану аймағын атау деген оқу мақсатына сәйкес келіп тұр. Осы сабақтың арасында арнаулы пиза тапсырмалары демей-ақ, пиза деген сөзді айтпай-ақ, осындай тапсырмаларды енгізсек, біз сабақтың арасында бір моменттерінде пиза тапсырмаларының қолданылуын сабаққа енгізген болып есептелеміз. Осындай шағын тапсырмалар арқылы да пиза тапсырмалары қамтыла береді деп қарастыруға болады. Енді мынау кәдімгі пиза тапсырмаларында келген сабақтар. Мысалы, бірінші тапсырма: неге нан ашыту үшін ашытқы қолданылады? Бұл жерде реакция жылдамдығына температураның әсерін және әрекеттесу заттардың әсерін бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіретін 9-шы сыныптағы 9.3.2.2.1 деген оқу мақсатына сәйкес келеді екен. Енді бұл жерде жауабы: нан ашыту үшін ашытқы қолайлы ортада, яғни судың, қанттың қолайлы ортасында көбейеді, көміршіл газын бөліп ашыту ферменттері пайда болады деп оны ары қарай түсіндіруге болады. Екінші тапсырма: неге ашыту реакциясы 35 Цельсий градуста жоғары жылдамдықта жүреді, ал 40 Цельсий градуста реакция тоқтайды? Яғни өте температура жоғарылап кетсе, ашу процесі дұрыс жүрмей қалады. Бұл жерде бағалау критерийі: не себепті ашыту реакциясы 35 Цельсий градус температурада оптималды болатын және 40 Цельсий градус температура тоқтайтынын анықтауымыз керек. Дескриптор орташа градуста қамырдың ашитынын біледі, жоғарғы температурада жаңағы ферменттердің табиғи ашытқылардың өлетінін анықтайды. Енді бұл жерде 9.3.2.4 реакция жылдамдығына температураның әсерін түсіндіру деген оқу мақсатына сәйкес келіп тұр. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай. Қалай ойлайсыздар? Бұл пиза тапсырмасы біздің сабағымыздың байланыстылығы болып жатыр ма, болмай жатыр ма? Сабағымызға байланысты. Міне үшінші тапсырма: ашытқының қамыр салмағының жеңілдеуіне себепші екенін білу үшін қай тәжірибенің қорытындыларын салыстыру қажет? Пиза тапсырмаларында білесіздер,
текстпен беріледі, суреттермен беріледі. Бұл жерде кейбір тапсырмалардың кейбір қай пәнге келетін оқушылар ажырата алмай қалып жататын жағдайлар келеді. Мысалы, осы тапсырма қай оқу мақсаттарына сәйкес келуі мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Біздің пәнімізге қатысы бар ма? Біздің қай тақырыпқа сәйкес келуі мүмкін? Органикалық. Жақсы. Тағы да? Енді өздеріңіз білесіздер, 8-ші сыныпта жаңағы зат массасының сақталу заңы бар, иә, бізде. Реакцияға дейінгі заттардың массасы мен өнімдердің, реагенттердің массаларының зат массасының тұрақтылық заңы бойынша бізде осының алдындағы тапсырмада көмірқышқыл газы бөлінетіндігі айтылды. Олай болса, газдардың несі көмірқышқыл газы бөлінсе, онда біздің қамырдың массасының азайып қалу себебі, өйткені газ ұшып кеткеннен кейін зат массасының сақталу заңы бойынша оның массасы азаю керек. Бұл бізде химия пәніндегі зат массасының сақталу заңына байланысты. Сақталу заңында. Газдардың. Жақсы, дұрыс айтып жатсыздар. Енді келесі бізде экологиялық мәселелер бойынша көмірқышқыл газының атмосферада көбеюі жаһандық жылынуға әсер етеді. Сұрақтар, бұл процестің химиялық негізі қандай, оны азайтудың жолдары қандай? Енді бұл тапсырманың жауабын мұғалімдер әрине білесіздер. Сіздердің ойларыңызша бұл тапсырма біздің қай сыныптағы, қай тақырыпқа байланысты деп ойлайсыздар? Отынның жануы. Отынның жануы 8-10 класста бар. Эндотермиялық, экзотермиялық, табиғаттағы нелер. Табиғаттағы айналым. Нелердің. 8-ші сыныпта да бар ғой, бір жылға тура келеді. Сосын бізде жылу эффектісі, парниктік эффект бар ғой бізде. Сол тақырыптарда мысалы осындай бір-екі сұрақты қамтып кетсеңіз, сіз кәдімгі сабақтың арасындағы тапсырма ретінде пиза тапсырмаларына дайындықты қосымша жүргізіп жатқан болып есептелесіз. Бұл да пиза тапсырмаларына байланысты сұрақтар болып. Сонда бір сабақта бір пиза тапсырмасы қолданылу керек па, жоқ бірнеше пиза тапсырмасы қолданылу керек па? Ол сіздің енді тақырыбыңызға байланысты ғой. Тақырыбыңызда кейбір бір сабағыңызда экологиялық мәселе болуы мүмкін, бір сабағыңызда тәжірибелік мақсаттағы тапсырма болуы мүмкін, кейбір сабақтарда мүмкін мүлдем пиза тапсырмасын кіріктіре алмай қалуыңыз да мүмкін. Немесе кейбір сабақтарда, жаңа өзіңіз айтып жатқандай, бірнеше тапсырмаларды кіргізіп жіберуге болатын мүмкіндіктер кездесіп қалады. Рахмет. Енді бұл қышқыл жаңбыр бойынша қышқыл жаңбырдың пайда болу механизмі, қышқыл жаңбырдың экосистема мен өсімдіктерге тигізетін зияндары, қышқыл жаңбырдың алдын алу үшін қандай шаралар қолдануға болады деген сұрақтар. Оның алдында қышқыл жаңбырдың пайда болуы туралы шағын текст берілген, сосын осындай сұрақтар беріліп тұр. Бұл да біздегі химияда азот қышқылдары 9-ші сыныпта бар. 9-ші сыныптардағы қышқыл жаңбыр. Сол тақырыптарға байланысты осындай жаңағы карточкалар арқылы шағын тапсырмалар, сұрақтар, немесе осы тексттің ішіндегі осы текстті оқушылар параграфты оқып шыққаннан кейін осындай бірнеше қысқаша сұрақтар қою арқылы да сіз пиза тапсырмасында пиза оқушыларды 15 жастағы бағыттаған болып, дағдысын қалыптастырған болып есептеле бересіз. Бізде мұғалімдер күнделікті сабағында, негізі өмірде пиза тапсырмаларына ұқсас тапсырмаларды, сұрақтары оқушыларға біз көп қайталаймыз, көп кіріктіреміз сабақтарға, бірақ кейде жаңағы бір жерден тексеру келгенде, немесе басқа әріптестеріміз мектеп әкімшілігі пиза тапсырмалары қай сабағыңызға қай жерде қолданып жатсыз дегенде, өзіміз қолданып жатқан, кіріктіріп жатқан тапсырмаларды кейде қолданып жатқандығын кете алмай қалатын жағдайлар болып қалады. Сонда осы тапсырмалар сізде пиза тапсырмаларына байланысты тапсырмалар деп қабылдауларыңызға болады. Енді бұдан басқа осы пиза тапсырмаларын сабақтарға кіргізу үшін
мынандай әдіс тәсілдерді қоюға болады. Мысалы, проблемалар, сұрақтар қою, оқушыларды ойландыру үшін жаңағы қышқыл жаңбыр туралы, немесе көміршіл газы туралы, немесе жаңағы 9 сыныптарда қазір енді келеміз ғой, бұйырса, тыңайтқыштар туралы проблемалар, сұрақтар қою арқылы оқушыларды ойландырсаңыз, сол арқылы сұрақтардың жауабын параграфтың ішінен тауып оқушылар жауап беріп жатса, сұрақ жауап арқылы тақырыпты ашып жатса, онда ол да пиза тапсырмаларына бағытталған тапсырмалар болып есептеледі. Екіншісі, зерттеу жүргізуге бағыттау, яғни мәліметтер жинау, талдау, жаңағы қышқыл жаңбыр қандай табиғи ескерткіштерді білдіріп жатыр, экологияға қандай зиян келтіріп жатыр, біздің ауылда сондай зиянға ұшырап жатқан оқиғалар бар ма, сол секілді заттарды да оқушыларға мәлімет жинатсаңыз, ол да пиза тапсырмаларына бағыттау болып есептелінеді. Келесі, топтық жұмысты ұйымдастыру, яғни пікірталас, аргумент келтіру, сабақты енді бір сабақты пікірталас сабағы ретінде қалыптастырмасаңыздар да, бір сұрақты қойып, осыны жақтаушылар немесе даттаушылар қылып, екіге бөліп, шағын бір 5 минуттық, 2-3 минуттық бір-екі адам пікірталас ретінде өз ойларын білдірсе, бұл да пиза тапсырмаларына бағытталған сұрақтар болып есептелінеді. Енді төртіншісі, өмірмен байланыстыру, ол енді тәжірибелік тапсырмалар, кәдімгі күнделікті тұрмысқа қалай қолданамыз, қай жерде қалай қолдануға болады, немесе бұны сіз қалай қолданар едіңіз, осы сабақта алған біліміңіз өмірде қай жерде кездесуі мүмкін деген сұрақтар арқылы да оқушылардың кәдімгі өмірде алған білімін өмірмен, қоғаммен байланыстыру пиза тапсырмаларында негізгі мақсаттардың бірі болып есептелінеді. Енді қорыта келгенде, осы пиза тапсырмаларын біз дайындаудың бірнеше жолын, сабаққа кіріктірудің бірнеше жолын түсіндіруге тырыстық. Шағын ғана өз тәжірибемнен, енді мен де пиза тапсырмасының маманымын деп өзімді айта алмаймын, өздеріңіз секілді қарапайым мұғаліммін. Пиза тапсырмалары оқушылардың химиялық білімдерін күнделікті өмірде қолдану дағдысын дамытады. Біздің пәніміз бойынша химия сабағында өмірмен байланысты тапсырмалар білім сапасын арттырады. Химия сабағында түрлі форматтағы пиза тапсырмаларын қолданудың маңыздылығы бізде әрқашан азаймайды. Назарларыңызға көп рахмет. Енді өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса тыңдайық. Сәлематсыздар ма? Барлық әріптестерге мынандай сұрақ қояйын деп едім. Жалпы осы пиза тапсырмасын орындату кезінде енді сабақ арасында қосу керек деп жатыр ғой. Осы кезде қандай платформа қолданасыздар ма жалпы? Қандай платформамен жұмыс жасайсыздар жалпы дегенім ғой. Платформалары болғанда бұл жерде квизге қосуға болады, немесе Google формусқа да салуға болады, немесе кәдімгі қарапайым слайдта, немесе қарапайым сабақта, қарапайым карточкалар арқылы да қолдана беруге болады. Өйткені барлық мектептерде интернет ұстайды деп айта алмаймыз. Барлық мектептерде интерактив тақта бар деп айта алмаймыз. Қарапайым жағдайларда, қарапайым оқулықпен, қағазбен де сабаққа кірістіру. Барлық мектепте бірдей жағдай бірдей емес, сол тақта жоқ, интернет жоқ дегендей сол. Енді қарапайым оқулықпен, қағазбен, карточкалармен де пиза тапсырмаларын кіріктіруге беруге болады жаңағындай. Үйге мәліметтер жинауға тапсырмалар беру арқылы, немесе жаңағындай шағын сұрақ жауаптар арқылы, немесе шағын пікірталастар ұйымдастыру арқылы да пиза тапсырмаларының сабағымызға кіріктіруіне болады. Рахмет. Сізге де көп рахмет. Рахмет. Көп рахмет. Сау болыңыз. Осымен аяқталды ғой, Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Мындай сұрақ бар еді мен аға. Айта беріңіз. Осы пиза тапсырмаларын өзіңіз дайындап жатырсыз ба? Дайын тапсырмалар алып жатырсыз ба?
Енді пиза тапсырмаларын бізде 2018, 2021-дегі жинақтық кітапшалары бар ғой, сол жердегі химияға байланысты тапсырмаларды мен өзімнің жаңағы жұмыс компьютеріме кабинеттегі жинақтап қойғанмын. Сол қай тақырыптарға келетін, қай тақырыптарға байланысы бар тапсырмаларды кіріктіруге тырысамын мүмкіндігінше. Немесе соған ұқсаңқырайтын, соған кішкене формасы келетін, немесе сұрақтың мазмұны келетін тапсырмаларды да кез келген моментте кіріктіре беремін өзімді құрастырып. Иә, жалпы мынау тапсырмаларын құрастыруда, сол пиза тапсырмаларын құрастыруда қолданатын бір ерекше бір әдісіңіз, нәрсеңіз бар ма? Саламатсыздар ма? Мен бір сұрағым бар еді. Бір жаңағы мына неңізбен бөліссеңіз, жаңағы пиза тапсырмаларымен. Жақсы бөлісейік. Соны айтып жатырмын да, әріптестер, мына группаларда, Қазақстан химиктері деген группаларда осы пиза тапсырмалар жыл сайын көп келіп жатады да. Бірақ соны әр жылда әртүрлі болып келе ма? Осыны зерттеген мұғалімдер бар ма? Негізі жаңағы 2012, 2015, 2018, 2021, 2024 жылғы пиза тапсырмалары бойынша негізгі сұрақтың құрылымдары ұқсайды бір-біріне. Бірақ құрылымдары ұқсайды да, сұрақтар қайталанбайды. Біз мысалы дайын бұрынғы келген пиза жинақ кітапшаларымен балаларды дайындағанымызбен, ол сұрақтар балаларға пиза тапсырмалары ретінде қайтадан келмейді. Бірақ соған құрылымы ұқсайтын, мазмұны ұқсайтын сондай тапсырмалар келеді бізге. Жаңағы бірінші ағайдың сұрағы бойынша пиза тапсырмаларын құрастыратын кезде қандай бір әдіс тәсілді қолданудың қажеті жоқ. Сіз бірнеше пиза тапсырмасын алып қарайсыз да, өзіңізді оқушы ретінде, 15 жастағы оқушы ретінде сіз сол тапсырмаға қандай ой түйер едіңіз, қалай жауап берер едіңіз. Сол бойынша өзіңізді 15 жастағы оқушының орнына қоя отырып, соған ұқсайтын тапсырмаларды, сол тапсырмаларды түрлендіріп, немесе бір басқа тақырыпқа тапсырма тұратын болса, сіздің тақырыпқа осы тапсырманы қалай алуыңызға болар еді. Ол қандай байланыста? Ол мүмкін сіздің пәніңізбен қосымша физикаға, немесе география пәніне, немесе биология пәніне байланысты болуы мүмкін. Мысалы 9 сыныптарда органикалық химияға келген кезде, немесе жаңағы азоттың айнымдылықтары, күрт қышқылдар тақырыптарына келген кезде, ол жерде жаңағы биологиямен де байланысты болып кетеді. Бұл жерде біз бір пәнді бөліп ала алмаймыз ғой, әріптестер. Әріптестер, сосын сіздерден сұрайын деп едім, бұл пиза тапсырмасын орындағаннан кейін бұл бағалана ма, мектептің рейтингіне әсер ете ма, осының жауаптар шығып жатыр ма жалпы тапсырған мектептерде? Негізі халықаралық пиза зерттеулері бойынша мемлекеттердің рейтингі шығарылады. Жаңа мен алдыңғы слайдында көрсетіп кеткендей, 2021 жылы 64 мемлекет қатынасқан, Қазақстан 24 ұпаймен 41 орында тұр. Ал енді былтырғы жылы пиза тапсырмалары кейбір мектептерден алынды, ол халықаралық емес. Бізде халықаралық пиза тапсырмаларында Қазақстанның 15 жастағы оқушыларының көрсеткіші төмен болғандығы себепті бізде республикалық министрлік жағынан халықаралық пиза тапсырмаларына ұқсастырылған тапсырмалар әр ауданнан, әр мектептерден шахмат алынып, солардан да пиза тапсырмалары орындастырылды. Ол енді тікелей оқушыға, тікелей мектепке оның жауаптары көрінбеуі мүмкін, бірақ жалпы үлкен жағынан облыстардың деңгейі, облыстың ішіндегі аудандардың деңгейі, аудандардың ішінде мектептердің деңгейі, ол пиза тапсырмаларына байланысты көрініп тұрады ол ұйымдастырушыларға. Және ол пиза тапсырмаларына нақты қатып қалған жауап болмайды ғой. Әр оқушы қатып қалған жауап өзінің жаңағы ой пікірін қосып, мүмкін біреу тереңірек жазады, мүмкін біреу түсініп тұрады, бірақ кішкене таяздау жазуы мүмкін. Оның барлығы жаңағы өз критерийлері бойынша бағаланады. Бір жаңағы WhatsApp нөміріңізді берсеңізші, пиза тапсырмаларымен бөліссек. Жақсы. Мен қазір шатқа жазып жіберейін, номерімді жазып алсаңыздар болады. Менің атым сосын Ғанимат, Қызыр Ғанимат, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қазбек бекетіндегі химия пәнінің мұғалімімін. Мен номерімді неге жібердім? Жаңағы WhatsApp группаға. Осы жаңағы слайдты сұрасаңыздар жіберетін боламын, немесе басқа да
пиза тапсырмаларын айтқан жоқ, сайт 2020 группаға жібермей ма? 2018 жинақтарын Қайда кетті? Қалай кетті өзі? Дауыс естіліп тұр? Қай жерде WhatsApp группа ағай? Бұл шықты. WhatsApp группа жоқ, мына шат деген жерге номер жібердім, сол жерден номерімді Сіз WhatsApp келіп дегенде кетіп алсаңыздар бөлек болады. WhatsApp ашып алдым айтып жатқаным ғой. Сен қайдасың? Не істеп жүрсің? Барайын сен қазір. Ана кетіп қалды ма? Ту, мынау 4-те кіріңдер деді ғой. Кеше қалдыңыз ғой 4-ке. Өшіріңіз. Еркегүл апай, не айтасыз? Ғанимат, керемет. Мен кешігіп кірдім енді кішкене. Сәл басын етпедім, тыңдамадым. Пиза тапсырмалары туралы ғой бұл жерде. Пиза тапсырмалар, қарапайым тапсырмалардың, жаңағы пиза тапсырмаларына ұқсас тапсырмалардың біз сабаққа кіріктірілуі, құрылымдауы, соның түрлері, сол туралы. Бізде былтыр болған осы пиза өттік қой біз былтыр. Жақсы өткенбіз. Сонда осындай тапсырмалармен тоже біз дайындадық қой. Осы көмірқышқыл газы, осындай мәтіндермен мәтіндік. Жақсы тапсырдық біздің мектеп. Биылда да кіреді ғой деймін, кеше ғана бізден тест алды тағы да. Осы біздің курстан сендердің мектептерің кіріп жатыр ма сонда? Кіреді деген әлі нақты белгісіз, дайындап жатырмыз. Жақсы сабақ көрсеттің, жақсы, рахмет. Жаңа бір тәтем сөйледі. Сұрақтарыңыз болмаса, рахмет. Осымен енді ертерек аяқтайық онда. Барлықтарыңыз жұмыстан түсіп жатсыздар. Кешкі уақыт, таңертеңнен бері сабақтасыздар.